Биыл Қазмұнайгаздың еншілес кәсіпорны Шымкент мұнай өңдеу зауытына 40 жыл Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырған алып кәсіпорын бүгінде өндіріс көлемін артырып қана қоймай, жаңа инвестициялық жобаларды іске асыруда. Заманауи технологиямен жабдықталған өндіріс орны жылына 6 миллион тонна өнім шығарады. Шымкент мұнай өңдеу зауыты 2025 жылдың қаңтар-шілде айларында 3,58 миллион тонна мұнай өңдеген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 520 мың тоннаға артық. Бүгінде дизель отынының тәуліктік өндіріс көлемі 6,4 мың тоннаға жеткен. Сынау зертханасы қазіргі кезде заманауи жаңа еуропалық қондырғылармен, мысалы хроматографтармен, басқа да сынау қондырғылармен жабдықталған. Осы кабинетте хроматографиялық кабинет. Бұл жақта бізде технологиялық қондырғыдағы газдарды бақылаймыз. Зауыттың дамуына қомақты инвестиция салынды. Соңғы ірі жаңғырту жобасының құны 1,85 миллиард ақш долларын құрады. Нәтижесінде өнім сапасы Еуро 4 және Еуро 5 стандарттарына сәйкестендірілді. Ауыр мұнай қалдықтарын қайта өңдеуге мүмкіндік беретін каталитикалық крекинг қондырғысы іске қосылды. Мұнайдың қалдығы болып есептелетін мазутты ары қарай вакуум жағдайында өңдеп, одан вакуумдық газойл шығарамыз. Мазуттан қалған ауыр қалдықтан жеңіл мұнай өнімдерін шығарады. Бензин шығарады, дизельный топливо азғандай шығады. Құрылғыларды басқару толығымен осы орталық операторлық пультінде басқарылады. Апаттық сигналдардың барлығы осы орталыққа келіп түседі. Зауыттың орталық зертханасы тәулігіне мыңдаған сынаманы тексеріп, жанармай сапасының халықаралық талапқа сәйкес болуын жіті қадағалайды. Биылғы 7 айда 10 мыңнан астам сынама зерттеліп, өнімнің К4 және К5 стандарттарына сәйкес екенін растады. Елдос Есенбол, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық арнасы.